Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, Дастан Домбыра каналы сіздерге пайдалы болу үшін күйлердің шығу тарихы атты рубриканы бастайды. Яғни біз бүгін адай күйінің күші, неге бұл күйді дұрыс үйрену керек деген сұраққа жауап алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы, бүгін мен сіздерге тек жай ғана бір күй туралы емес, қазақтың мінезін, рухын, намысын көрсететін адай күйі туралы айтқым келіп отыр. Себебі бұл күйді тыңдағанда адам бірден сергіп кетеді. Себебі адай жай күй емес, адай жай әуен емес. Бұл қозғалыс, бұл қарсы тұру, бұл еркіндік. Адай күйі 19 ғасырда ұлы күйші Құрманғазы Сағырбайұлы тарапынан шыққан болатын. Ол кезде қазақ даласында халыққа қысым көрсетіліп, еркіндік шектелген заман еді. Сол уақытта Маңғыстау, Батыс өңіріндегі адай елі ешкімге бас имей, әділетсіздікке қарсы тұрған өте ер мінезді халық болған. Құрманғазы сол елдің ортасында болып, олардың өмірін, атқа қонып жүрген жігіттерін, елін қорғауға, жерін қорғауға дайын тұрған қайсар рухын көреді. Солай сол сәтте ат тұяғының дүбірі адамдардың ішіндегі намыс, оның жүрегін қозғалтпай қоймайды екен. Домбыраны қолына алған Құрманғазы ұзақ ойланып та отырмайды. Күй бірден шығады. Сондықтан адай күйі бірден шапшаң басталады. Бұл ат шабыс, бұл күрес, бұл рух. Орта тұсында күйші ырғып, ішке тартыс күшейеді. Ал сонда күй асқақтайды. Бұл халықтың сынбағаны. Адай бір рудың ғана күйі емес екен. Бүкіл қазақтың еркін мінезінің көрінісі болып табылады. Сондықтан бұл күйді тарту жауапкершілікті талап етеді. Енді достар, мен сіздерге бір шындық айтайын. Көп адам адайды үйренгісі келмейді. Неге? Себебі адай қиын. Оның ортасында паузалар жоқ. Өте тез орындалатын күйлердің бірі. Барлығы ортасынан тоқтап қалады. Байқасаңыздар, қағысы шатастырып, ырғағы жылдам, қай пернеден кейін қайсы келетінін түсіну қиын. Ал жай тыңдап үйрену бұл күйге жетпейді. Міне, дәл осы жерде сіздерге достар сандық нота керек. Сандық нота дегеніміз не? Жалпы күйді өте жүйелі, дұрыс, таза үйренудің ең сенімді жолы ол сандық нота. Яғни сіз қай саусақ, қай перне, қай қағыз екенін нақты көресіз. Әсіресе адай сияқты шапшаң күйлерде сандық нота уақытты үнемдейді және қателікті азайтады. Менің ұстанымым адай күйінің үйренуге арналған дайын сандық нотасы. Бұл түсінікті, таза нұсқа, практикаға ыңғайлы. Яғни, сіз бұл нотамен күйді жаттап қана қоймайсыз, оның құрылымын түсінесіз. Ал түсініп тартылған күй, оны тек қана тарту сезімі емес, оны өзіңіздің жүрегіңізден өткендей сезінесіз. Егерде сіз адайды дұрыс үйренгім келеді, уақыт жоғалтқым келмейді, тез алға жылжығым келеді деген болсаңыз, онда сандық нотамен Дастан Домбыра каналы сізге көмектесе алады. Күй ол аманат, ал аманатты дұрыс жеткізу біздің парызымыз. Сілтемені төменге қалдырамын, алыңыздар, жазыңыздар, біз сіздерді күтеміз.